Қалайсыз? Ассалаумағалейкум, жақсы өзіңіз қалайсыздар? Кешегі күннің енді жұлдызы. Ой, рахмет. Шықты, жарып тастады, мойындау керек. Сөйту керек қой, пожалуйста, бүйтете берген ешкімге ұнамайды негізі ше. Басында 1-2 сүйкімді болады, одан кейін 4-5 артық болып кетеді ғой. Мен де әдемі уақытта шықтым ау дедім, мына жюрилер шаршап жатқан уақыт. Дәл ортасында ма? Халық шаршап жатқанда. Ғалымжанға жаман болыпты. Менен кейін Ғалымжанға кіру қиындау болып қалды. Енді қақадан кейін трагедия қиын болады ғой. Негізі 5-ші нөмірмен шығу бір өзінің бір несі бар екен, плюсы бар екен ше. Соңғы 2 ханзада 5-ші нөмірмен шыққан ғой. Қанша күн дайындалдыңыз? Негізі кеше дайындалдым, мен ше. Импровизация болды, менде тек қаңқасы ғана бар қазір. Тек осыдан кейін осыны айтамын, бірақ ішіне өзім тығу керек болдым да. Өзіңізге көңіліңіз толды ма? Толды, кешегіден кейін күшті болып қалдым. Мен білімге дайындалдым. Мен негізі білімге де дайындалмаған едім ше. Қазір анадан онша емес бала алып қаламын ғой деп ше. Енді уже планканы көтеріп алдым, сол планкадан түспеу керек болады. Сәттілік бүгінгі. Рахмет. Айдана қалыңыз қалай? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Жақсы, бүгін енді білім сайысы деп жатыр. Жігіттер дайындалып жатыр ма? Иә, дайындалып жүр. Кәдімгідей блокнотқа жазып, сұрақтар дайындалып жатқан балалар. Блокнотқа енді бұрынғы сұрақтардан алып жатыр, эфирде болған, ютубтан. Ханзадалардан примерно сұрақтарды қарап. Біз құрметті көрермен ешқандай сұрақтарды бермейміз, бәрі әділ түрде. Солай дайындалғанбыз. Барлық жылдардағы мистерді қарап, примерно. Сіз қанша алып едіңіз? Мен шарана шайқау деген сұраққа жауап бере алмай қалғанмын. 9-дан 6 алдыңыз ба сонда? Бірақ негізі бүкіл салт дәстүрді қараған сияқты боласың да, бірақ дегенмен де. Енді бәрібір ол бітпейді ғой. Сізде кешегі фаворитіңіз кім болды? Кеше әрине енді досым Нұржан, сосын Муни екеуі. И Бекзат негізі, осы үшеуіне қатты балет еттім. Кімнің ұпайы бір осы сәл көбірек алу керек еді деп ойлайсыз? Бекзат. Шолпан ханым қалыңыз қалай? Жақсы, Жақсы, сіздің фаворитіңіз кешегі күннен кейін? кеше негізі Тимурса басынан бастап Тимурға қолдау көрсетіп жатырмыз, соның нәтижесінде соны қолдаймыз. Ал бүгін білім сайысында кім жоғары ұпай алады деп ойлайсыз? Кім жалпы бізде сондай бір білім жағынан жақсы? Білім жағынан негізі Бекзат білімдірек деп ойлаймын енді. Бірақ дайындықтары да жақсы екен. Себебі балалар бүгін келіп сұрап жатыр, білмеген нәрселерін сұрап жатыр. Мынау қандай үрдіс деген сияқты да. Соған қарағанда дайындалып жатқан сияқты. Бүгін де бір тартысты кезең болады, құрметті көрермен. Тартысты алман болады. Білім ол қиындық жағынан озып шықпаса, кем қалмайды негізі таныстыру деген сияқты бір өнерлерден. Импровизация бір жағынан адамның сол дайындығы нағыз қандай адам екендігін білдіреді. Себебі бұл жерде дайын сценарийді қоя салмайды ғой. Қалайсыз? Енді бұл кісі басынан бастап Шерхан деп келе жатыр еді. Сонымен Шерхан қатыспайым деп шыққан кезде бір көңіл күйі түсіп, кеше бір көңіл күйі көтерілген сияқты. Қайтып түсті ма? Енді ол бірінші этап, ештеңе етпес. Сіз әлі де Шерханды қолдайсыз ба? Әлі де қолдаймын. Білмеймін, өзі бір шүртіп жүрген сияқты бар. Тоқ қатысам, тоқ қатыспайым бар ғой. Сіздің миыңыз ашып жүрді ма? Менің де миымды, халықтың да миын аштым. Енді қазір қараңыздаршы, қалай дайындалып жатыр? Дайындықтар өте керемет. Бүгін енді білеміз, кім топас емес екенін реально білеміз бар ғой. Гаухар ханым қалыңыз қалай? Жақсы. Құрметті көрермен қараңызшы, Гаухар ханымның дайындығы деген енді ерекше. Барлық қатысып жатқан жігіттердің атын естіп шығарып алыпты. Айжан айтады, кеше кім шығады, соның атын көтеріп отыратын. Кеше Шерханға ғана болмай қалды. Өйткені Шерханды білмедім ол қатысады. Бүгін Ернардың орнына Шерханды жазып алып келді мына жерде. Не деген еңбек, не деген қолдау бұл? Енді Шерханды қолдаймын өйткені. Шерхандікі ерекше болып тұр, е? 7 санымен. Шерханға енді сәттілік, сіз жарайсыз. Енді бүгін кім жоғары ұпай алады деп ойлайсыз? Мен тағы да Муни деп ойлаймын, өйткені Мунинің дайындығы оған мен оған сұрақтар қойып отырдым, ол маған точно жауап берді. Енді осылай, біз енді Гаухар ханым үлкені болып, ешкімді бөлмейін деп шешкен түрі шығар.